Баршаңызға сәлем, заңгерлік сауаттылық атты курсымның 8-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз бұл сабақта онлайн займдар бойынша претензия, яғни шағымды жазып үйренеміз. Сонымен, шағым дегеніміз не? Шағым дегеніміз адамның өзінің немесе басқа адамдардың бұзылған құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды мүдделерін қалпына келтіру немесе қорғау туралы мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін басқару органдарының мемлекет 100% қатысатын немесе мемлекеттік тапсырыс және мемлекеттік сатып алу шарттарына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, ұсынылатын заңды тұлғалардың өздеріне тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер жеткізуге, орындауға, көрсетуге шарт жасасқан жеке және де заңды тұлғалардың өтініштері бойынша ірі кәсіпкерлік субъектілерінің, олардың лауазымды адамдарының заңсыз іс-әрекеттерін немесе әрекетсіздігін жою, сондай-ақ олардың заңсыз шешімдерінің күшін жою туралы талабы. Бұл шағым жазу, яғни претензия, сотқа бармас бұрын дауды алдын ала шешу деп айтамыз қарапайым тілде. Яғни сіз тек қана онлайн займ емес, кез келген мәселе бойынша сотқа баратын кезде ол даудың алдын алуыңыз қажет. Яғни осындай шағым претензияны жазуыңыз керек. Неге? Себебі сіз ертең сотқа барған кезде, сотқа талап арыз жазып барған кезде, сотта сізден сұрауы мүмкін. Сіз осы дауды алдын ала шешуге тырыстыңыз ба? Яғни басқа тарапқа жаңағыдай шағым претензияны жібердіңіз ба деген сияқты. Егер жібермеген болсаңыз, сіздің талап арызыңыз қараусыз қалдырылады. Сондықтан да уақытты жоғалтпас үшін кез келген мәселе бойынша бұл шағым ешқашан да артық еткен емес. Кез келген мәселе, кез келген жаңағыдай дауды алдын ала шешуге тырысыңыздар. Яғни осындай шағым претензияны жазуды үйреніңіздер. Бұл шағымның үлгісі міндетті түрде сіздерге жіберіледі. Сотқа бару үшін міндетті алдын ала шағым, яғни даудың алдын алу мақсатында жазылу керек, міндетті нәрсе ол. Егер де қысқадан нұсқа айтып кететін болсам, бұл шағымның үлгісі міндетті түрде сіздерге жіберіледі. Ол жерде қиын ештеңесі жоқ. Яғни сіз шағымды кімге жіберейін деп отырсыз? Сол мекеменің аты жөні, ары қарай оның жаңағыдай тұрғылықты мекен жайы, қай жерде орналасқан заңды юридический адрес дейміз ғой, заңды орналасқан жер қай жерде, сол жерге сол шағымды өткізесіз. Онлайн жіберуге де болады қазіргі таңда электронды поштамен, немесе жаңағыдай қазпоштамен жіберуге болады, егер сіз басқа қалада болатын болсаңыз. Бұл мен берген шағымның үлгісі тек қана онлайн займға қатысты болғандықтан, басқа сұрақтар бойынша өкінішке орай сіз бұл шағымның үлгісін қолдана алмайсыз. Себебі бұл жерде тек қана онлайн займдарға қатысты заңдар көрсетілген. Осымен достар, 8-ші сабағымызды аяқтаймыз. Назар аударып көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.